Бүгін біз сайт жасаудағы өте керек модульдің бірі Flexbox'ты айтатын боламыз. Flexbox'ты толықтай айтатын болсақ, ол Flexible Box Model. Flexible деген қазақша аударсақ, ол орысшасы гибкий, қазақшасы икемді бокс модуль. Былайша айтқанда, мынадай сіздер көріп тұрған неше түрлі сайттың макеттерін біз Flex арқылы икемдей аламыз. Flexті түсіну үшін әрине біз мысалмен көрсетуіміз керек. Біздің мысалда Flex контейнер деген мынадай div ашып қойдым, және оның ішінде 10 элемент бар, нөмірленген, және бізде әрқайсысына әртүрлі стильдер беріп қойдым. Көрінгенде міне бізде былай көрінеді. Әрбір сандарды ұзындықтары әртүрлі, биіктіктер әртүрлі. Сонымен бастайық. Біз әрине Flex қолдану үшін осы элементтердің парентін, яғни Flex контейнерге display flex деген property беруіміз керек. Display flex деп берсек, жаңартайық. Бізде сәл өзгеріп кетті. Мұны астындағы картинкаларға әзір назар аудармайық. Мына жерде енді flex деп берген кезде flex-тің әдепкі күйіндегі настройкалары, баптаулары осыған жүзеге асады. Яғни мына flex бердік, мына элементтер енді flex элементтер болып саналады, және мына flex контейнер. Әрқайсының енді кезек-кезек property-ларын қарап көрейік. Flex контейнер flex берген кезде әдепкі ең бір маңыздылардың бірі ол flex direction. Flex direction бізде ол әдепкі күйінде row-ға тең болады. Row. Яғни басында бізде flex болмай тұрған кезде элементтер былай төмен орналасқан, себебі бұл div элемент, блок элемент төмен қарай орналасқан. Ал flex қойған кезде flex direction row болып кетеді да, бұл бәрі бір жолға осылай сыйдырылады. Ал column қоятын болсақ, міне жаңағыдай бір колонкаға түсетін болады. Және бізде flex direction тағы да мынадай анық несі бар, мысалы бар, row reverse деген былай керісінше оқылады. Жолдық, бірақ нумерация соңынан басталады. Және біздің былайша айтқанда солдан оңға қарай оқымаймыз, енді оңнан солға қарай оқимыз. Және column reverse деген бар. Column reverse тура колонка, бірақ жаңағыдай reverse оннан бастап бірге дейін кері қарай жүретін болады. Flex-тің тағы бір property ол justify content. Мысалы оған центр беріп қояйық. Ол кезде біздің элементтер ортаға келеді. Flex контейнердің ішіндегі элементтер ортаға келді. Енді біз центрдің орнына басқаларын беріп көрейік. Мысалы flex end ол барлығын оң жаққа соңына жіберді. Flex start бастапқы жағына жіберді. Және бұл жерде space around-ды қарайық. Space between-ді бірінші салыстыру үшін қарайық. Қараңыздар, әрбір элементтің арасында бос орын қалдырды, бірақ 1 мен 10, яғни бастапқы мен соңғы элементтің екі жағына ешқандай бос орын қоймады. Ал space between емес, space around қоятын болсақ, енді 10 мен бірінші мен соңғы элементте тағы да кішкентай бір бос орын қалды. Яғни соңғы бір property value көрейік, ол space evenly. Space evenly барлық элементтердің арасында бірдей бос орын, және бірінші мен соңғы элементтің сол жағы мен оң жағында да тура сондай бос орын пайда болды. Келесі property ол align items. Align items, оған да центр беріп көрейік. Міне, қараңыздар, бүкіл элементтер вертикальны, жаңа Y осі бойынша ортаға келді. Бұл жерде енді тағы да justify content сияқты басқа да өзінің мәндері бар. Центр ол түсінікті. Flex end деген соңына жібереді, flex start деген басына жібереді барлығын. Және stretch деген бар. Қазірге ол орындалып жатқан жоқ, бірақ бұл бүкіл элементтердің биіктігін бірдей қылады.
қазір істемей жатқаны, біз әрқайсысына біз хейт беріп қойғанбыз. Мысалы бірдікін алып тастасам хейтін 20 пикселін, ол міне былай барлық ұзындықты алды. Енді align itemстің тағы бір baseline деген түрін көрейік. Baseline өте ондай қатты күрделі нәрсе емес. Ол қарап тұрсаңыздар, бір қандай да бір сызық пайда болды бұл жерде, және сол сызықпен мына текст сандардың арақашықтығын қарасаңыздар бірдей. Яғни baseline ол бір қандай да бір өзіміз воображаемый дейді ғой, өзіміз ойластырған бір сызық, және сол сызық бойымен бүкіл текстті біркелкі орналастырып шығамыз. Ол текст кіші болсын, үлкен болсын, текст бойынша біркелкі болады. Келесі property'ді қарастыру үшін біз мына flexке ұзындық берейік. Мысалы 200 пиксель деп кішірейтейік оны. Және қарасақ, бізде элементтер қатты кішірейіп қалды. Оның ұзындығын біз 50 пиксель қылғанбыз, бірақ сонда да барлығы кішірейіп қалды. Мына flexке егер осылай беретін болсаңыздар, егер ішіндегі элементтер сыймайтын болса, flex максимально оны сыйғызуға тырысады. Бұны енді қараңыздар, бұл сыймай тұр, бірақ келесі жолға түсіріп көрейік. Келесі жолға түсіру үшін бізге flex wrap керек. Flex wrap деп жазсақ, бұл жерде элементтер барлығы сыйғанынша тұратын болады. Міне 3 элемент сыйды, келесі төмен түсті, және келесі 3 тағы да түсті, және 10 элемент сыймай қалды, ол төртінші жол ретінде төмен түсті. Flex wrap бастапқы күйінде no wrap деп жазылады. Бұл бастапқы әдепкі күйі, ештеңе өзгермеді, және wrap деген бар, және wrap reverse деген бар. Үшіншісі wrap reverse. Бұл енді мына элементтердің орналасуын керісінше істеп жібереді. Мысалы 1-2-3-ті сыйғызды да келесін жоғары шығарып жібереді. Солай wrap reverse бұның бәрін орындарын өзгертеді. Біз осыған дейін flex direction'ды өзгертпедік, row мен қалған бізде. Енді осыны columnға өзгертейік. Бетті жаңартпас бұрын қарап алайық. Қараңыздар, row болып тұрған кезде бізде элементтер justify content space between горизонталь бойынша әрбір элементтің арасында арақашықтық бірдей, әрбір жолдағы. Ал align items ол вертикальны бойынша оны төменге жіберген соңына. Ал енді біз жаңартайық, колонка қылдық. Енді бізде көп нәрсе өзгеріп кетті. Міне қараңыздар, колонка қойдық. Енді justify content бізде space between ол вертикаль бойынша болып жұмыс істеп тұр қазір. Ал align items flex and, яғни горизонталь бойынша оң жаққа қарай жіберді. Flex direction сонымен біздің justify мен align'ның жұмыс істеу осьтерін өзгертеді. Бізде ол үшін түсіну үшін бізде негізгі ось пен қосымша ось бар деп қарастырайық. Негізгі ось бойынша justify content жұмыс істейді. Ал align items пен align content, тағы да align content деген property бар, оны алда өтеміз. Ол екеуі біздің қосымша осьте орналасады. Қосымша ось деген негізгі оське перпендикуляр. Біз жаңа ғана row'дан колумнға ауыстырған кезде негізгі ось бізде өзгеріп кетті. Негізгі ось горизонталь болған, енді ол вертикаль болып, және төмен қарай қараған болды. Және қосымша ось оның орнына келді. Және сол сияқты row reverse салыстырып көрейік row мен. Бұл жерде негізгі осьтің бағыты ғана өзгерді. Біз жаңа айттық қой, оңнан солға оқимыз деп. Міне оңнан солға row reverse'та осылай негізгі ось өзгереді екен. Ал енді column reverse тура column сияқты, бірақ негізгі осьтің бағыты ғана өзгерген, жоғары қарай бағытталады. Align items біздің әрбір жолға жауап берген болатын. Мысалы flex start деген кезде ол жоғарыға әрбір жолдағы тұрған элементтерді жоғары көтерді. Ал центр қойсақ, әрбір жолдағы элементтерді ортаға қойды. Енді align content салыстырайық. Центр немесе end қойсақ, әрбір жолдағы элементтер align item бойынша қалды ортада, бірақ бүкіл контентті төмен қарай түсіріп тастады. Align items'ты flex start деп қояйық, және align content'ті центр деп қоятын болсақ, әрбір жолдағылар центрде тұрған жоқ, олар бастапқы жоғары жағында тұр. Ал align content бүкіл жалпы контентті ортаға келтірді. Біз жаңадан бері осы flex контейнерге
стиль беріп осыған flex бердік. Ал енді мына item, оның ішіндегі элементтерде ешқандай стиль жоқ еді. Мысалы бүйтейік енді, ортадағы бір элементті алайық та, соған order деген берейік. Order деген ретін мысалы 1 деген беріп қояйын. 1 деген беретін болсам, 7-ші элементім ең соңғы болып кетті. Неге? Себебі order ең басында ол 0-ге тең. Бастапқы күйі бүкілінде 0, және 7-ші элементте 1 болып өзгерді, және ол өсу ретімен орналасады. Енді мына 8-ші элементке, 6-ші элементке берейік. 6-ші элементке order 3 деп беретін болсақ, ол 6-ші элемент соңына кетті. Себебі 7-ші элементте 1 болған еді, және 3 одан үлкен 6 ең соңғы элемент болып саналды. Немесе алдыға қарай жіберуге болады. Бұл жерде бәрі 0, одан кіші минус сандарды енгізейік. Мысалы, ең соңғы элементке order минус 2 беретін болсақ, 10-ші элемент ең алдына шығып кетті. Ал егер мысалы кейбір элементтердің ордері бірдей болса, мысалы 7-ші элементте order 1, 5-ші элементке де order 1 деген берейік. Бұл кезде 5 пен 7 екеуі біріне жақын орналасады, бірақ қайсы енді order бірдей болғандықтан қайсы HTML-ді кодта бірінші тұр, сол бірінші жазылады. Мысалы 5-ші элемент менде бірінші болып жазылып тұр, сондықтан ол мына 7-нің алдына жазылады. Келесі property-ді көрсету үшін мен 3 элементті ғана қалдырдым. Бізде мынадай жағдай болуы мүмкін. 3-ші элементті қалған бос орынға толтыру. Бұл кезде flex grow қолданылады бізде. Flex grow деген ол өсу қабілеті. Кез келген сан берем, 1 берем, 2 берем, айырмашылық жоқ. Мына 3-ші элемент қалған бос орынды толтырады. Flex grow-ға әзірге 1 деп берейін да, және қалғандарына да беріп көрейін оны. Flex grow бұл өсу қабілеті 2-ні де өсіреді, және қарасаңыздар 2 мен 3 екеуі бірдей болып қалды. Бос орынға 2 мен 3 екеуі ұзындықтарын бөліп алды. Және 1-ге де берем. Flex 1 деп берсем, үшеуі бірдей ұзындық алады. Ал енді мына бірінші элементке flex grow 1 емес, 2 беріп көрейін. Бұл кезде қарасаңыздар, бірінші элемент қалған екеуінен 2 есе үлкен. 3-ті берсем, ол 3 есе өсе алады деген сөз ғой. Ал flex shrink grow-ға қарама қарсы, оның кішірею қабілеті. Мен мына мысалды сәл өзгерттім. Бұл жерде әрбір элементтің ұзындығы 160 пиксель, бірақ 160-тан сыймағандықтан үшеуі де бұлардың ұзындықтары кішірейіп тұр. Flex солай кішірейтеді. 120 болып тұр қазір. Және мен бірінші элементке flex shrink дегенді берсем, shrink 2-ні берейік. Бұл кішіреу қабілеті бар деген сөз. Және мына қалған элементтер үлкейіп кетті. Мынау 2 есе кішірейді ұзындығы. Ал flex shrink 1 берсек, ол кішіремейді. Және соңғысы align self. Мен қазір align items-ті центрге қойдым. Бүкіл жол ортаға келеді. Ал енді мына бірінші элементті мен өзгертім келеді. Ол орта исключение болсын да, бір ерекше болсын. Бірінші элементке мен align self дегенді берем. Align self flex end. Соны берейік та, енді жаңартып көрсек, біздің бірінші элемент қалғандарына қарамай, біздің align items центрге қарамай, өзін төменге түсірді. Бұл осындай ерекше бір элементтерді қою үшін align self қолданылады. Құрметті көрермендер, біздің 13-ші сабақ аяқталды. Сабақтарымыз әрбір бейсенбі күні шығатын болады, сондықтан өткізіп алмай, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Іске сәт.